Абай Құнанбайұлы, 24-ші қара сөз. Жер жүзінде 2.000 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мықтылығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрт тануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, жаулап, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан артық халқы бар дүниеде бір қала да бар. Дүниенің бас аяғын 3 айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, өнерді, малды түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар мекен? Әй, не болсын, 100 қараға 200 кісі сұғын қадап жүр ғой, бірін-бірі құртпай, құрмай тыныш таба ма? Абай Кунанбаев. Слова назидания. Слово 24. Говорят, нынче на земле живет более 2 миллиардов человек. Из них нас, казахов, более 2 миллионов. Казахи не сходны ни с одним другим народом в своем стремлении к богатству, в поисках знаний, постижении искусства, в проявлении чувства доброжелательности, силы, хвастовства или враждебности. Мы враждуем, разоряем друг друга, следим друг за другом, не давая ближнему своему и глазом моргнуть. Есть на свете города с численностью жителей более 3 миллионов. Есть на свете люди, которые трижды обошли шар земной. Неужели нам так и жить, подстерегая друг друга, оставаясь ничтожнейшими из всех народов на земле? Или все-таки наступят светлые дни, когда люди забудут воровство, обман, злословие, вражду и устремятся к знаниям, обучатся ремеслу, начнут добывать богатство честным, достойным путем? Вряд ли наступят такие дни. Сейчас на каждые 100 голов скота зарятся 200 человек. Разве они утихомирятся, пока не уничтожат друг друга?